Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мына алаяқтар, мошенниктер, проходимстер қайтадан көбейе бастады интернетте. Алдында мына тағы да болған осындай жағдай. Мына ламинария, маринарина, шаринарина деген шыққан. Оларда аттарын өзгеріп, қайта түрменен шығарып, халықты алдап сатқан. Ой, осыны ішсеңдер, иммунитеттерін көтереді, ауруларының бәрінен жазыласыңдар, даже мына рак емдейді деп шығарған мына ақымақтар, хайуандар. Соған сен талай адам ақшасынан айырылды, талай адам денсаулығынан айырылды. Өйткені мына сол кезде мен видео лекциялар шығарып халыққа таратқам. Содан кейін олар мені жау ретінде санады, жамандап, Совет жоғалып кеткен. Өйткені мына ламинария, маринария дегеннің бәрі де морской капуста деген бар ғой, магазинде сататын, тиын тұратын. Содан жасалған нәрсе мұның бәрі. Пәленбай мың, ондаған, жүздеген мың ақшаға сатып алып, оны жегенде көрі магазинге барып, морской капустаны сатып алып жесеңіздер, сізге почти тегінге түседі. 300-400 теңге тұрады бір ыдысы. Соны алып жей беріңіздер, болды. Енді қазіргі айтайын дегенім, мына алаяқтар, мына маралдың мүйізіндегі қанды соны рекламаластап, халықты алдап сатып жатыр. Оның да атын түр-түрмен өзгертіп жатыр. Мұның бәрін рекламаластап жүрген, ламинаринда да мұны да жасап жүрген, өзіміздің мына мұсылмандар, мына намаз оқып жүрген хайуандар. Мұсылман деп айтуға тағы да тілің бермейді, ол хайуандар, ақымақтар, надандар. Өздерінің бауырларын, туған-туысқандарын алдап сатып жатыр соны. Ұялмай. Хайуан деп айтпасқа басқа сөз жоқ, ұқпайды. Ақшаға сатылып, соны реклама жасап жатыр. Мұны ішсеңдер иммунитеттерін көтереді, ауырмайсыңдар, олай еркектік қасиет күштерін көбейеді. Айғыр болып шабасыңдар дейді, тағы біреу айтады, ұялмай бар ғой. Енді сондықтан мен кішкене халыққа түсінсін деп, күлмей кішкене аштырақ, қаттырақ айтып жатырмын. Өйткені халықтың көбі ақымақ, надан, кешіресіздер тура айтқаныма. Не көрсе соған сенеді, не естісе соған сенеді. Аллах тағала Құранда бір емес бірнеше рет мұны қанды харам, ішпеңдер, пайдаланбаңдар дейді. Енді бұл ақымақтар бұл сол қанды, харамды халыққа халал қылып сатып жатыр. Алдап жатыр. Мына блогер деген бір пайда болды. Не болса соны ақшаға сатады да реклама істейді. Өтірік болсын, шын болсын. Ал енді халық соған сенеді, соны ақшасын алып, қаншама ақшасын шығарып сатып алып ішеді. Одан пайда болса жақсы. Ешқандай пайда жоқ оның бәрінен. Өйткені Аллах тағала харам деді ме, ол харам ешқашанда халал болмайды. Мен осының бәрін Инстаграмда да, Фейсбукта да, ТикТокта да, Миктокта, Ютубта бәрінде жаздым. Харам деп жазып жатырмын, мен өзі шаршадым. Енді мен осы лекцияны жазған себебім, осы бір-екі күнде маған бір звондайды, ассалаумағалейкум деді, мен уалейкумассалам дедім. Мен денсаулық комитетінен звондап тұрмын деп. Содан кейін ол апшанды де бастады маған, ой, осындай бізде дәрі бар, міне еркектік қасиетіңіз күшейеді, айғыр болып шабасыз әйеліңізге. Олай ақ көк дейді. В общем, сосын мен айттым, хайуан, сен Құранды оқы, сен мұсылмансың ба дедім. Иә, мұсылманмын дейді. Намаз оқисың ба дедім. Оқимын дейді. Құранды оқыдың ба дейді. Жоқ дейді. Не оқымайсың дейді. Уақытым жоқ дейді. Сосын түсіндіріп айттым. Құранда осылай мен қанды, арақты, тағы басқа нәрседі Алла тағала харам ішуге болмайды деп тыйым салған. Сен соны білесің ба деймін. Жоқ, білмеймін дейді. Білмесең біліп қой, сен күнә жасап жатсың дедім. Үлкен күнә жасап жатсың. Халықты алдап сол харамды халыққа ішкізіп жатсың. Ертең сол үшін жауап бересің десем, телефонын алып та өшіріп тастады. Қайтадан звондаймын, мені блокировать етіп тастады. Звонок бермейді. Сондықтан сіздерге айтам, байқаңыздар, сенбеңіздер. Еркектік қасиеттеріңіз күшейткілеріңіз келсе, простатиттен жазылғаныңыз келсе, менің лекциям бар ютубта, соны көріңіздер. Осы тақуада иншаллах мен тағы да лекция жазайын деп отырмын. Мына простатиттен қалай жазылу керек екенін жылдам. Мына еркектік күштеріңіз қалай көтерілу туралы мен тағы да бір лекция жазамын. Егер оны көргілеріңіз, білгілеріңіз келетін болса, ютубтағы менің видеоканалыма жазылыңыздар. Мейірханов Мейрам деп іздесеңіздер тауып аласыздар. Сондай-ақ
umma.kz деген менің сайтым бар. Сонда да кіріп оқыңыздар. Енді Алла Тағала бәріңізге ақыл ес берсін, имандылық, білім берсін. Аман есен болыңыздар. Алаяқтардың мына торына ілініп қалып жүрмеңіздер, ақымақ болып.